Буккроссинг әлеуметтік желілік акциясы Қызылорда қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде осымен 2-ші жыл ұйымдастырылғалы жатыр. 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне орай ұйымдастырылуының да өзіндік зор мәні бар. Осы орайда Қызылорда қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің нағыз зияткер жастары өздері оқыған түрлі анықтамалық энциклопедиялар, ғылыми еңбектер, Абайдың қара сөздері, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романынан бастап әлемді таңғалдырған түрлі әдеби шығармалардың 200-ден астам қорын жинап, Тасбөген кентіндегі 176-шы орта мектеп кітапханасында және сондағы оқушыларға сыйға тартпақшымыз. Осы орайда буккроссинг акциясы бұл Назарбаев зияткерлік мектептері мен жалпы білім беретін орта мектептер арасындағы бір керемет байланыс көпірі және оқушылардың достастығының бірден-бір себепшісі болып табылады. Басталғанда жаңа ғасыр өткелі, бір жарғанда жастығымның көктемі, біздер үшін айқар ашты есігін, елбасының зияткерлік мектебі. Көсе берсін мектебімнің өркені, желбіресін ғылым білім желкені, қанат қаққан өркениет өріне, біз боламыз еркін елдің ертеңі. Деген акциямыз ол әрбір оқушы өзінің құрдасына бір кітап сыйлайды. Біз осы ретте, осы мектепте 176-шы мектепте сіздерге сыйлайтын шешіп алғанын келіп отырмыз оқушылармен. Ғаламға жетуде қазақтың есімі елбасы мектеп. Бізге енді кітап қорының көп болғаны әрине жақсы. Осындай игі істер жалғасын таба берсе дейміз. Әсіресе осы бізге ең қажеттісі осы көркем әдебиеттер, энциклопедиялар, балдардың ең жақсы қолданатын әдебиеттері осы энциклопедиялар, көп сұраныста көп осы энциклопедияларға. Сол біз өте қуаныштымыз, осындай мектептен біздің мектебімізге осы игі істерін әрі қарай жалғастыра берсін деп тілейміз. Бүгін елбасы күні мен тәуелсіздік күніне орай Назарбаев зияткерлік мектебі біздің яғни номер 176 орта мектебіне өзінің буккроссинг мектепке кітап тарту акциясын тарту етті. Бұл дарынды оқушыларға алғысымыз шексіз. Осы алып келген кітаптарды болашақта оқуыма пайдаланамын деп ойлаймын. Тағы да осы дарынды оқушыларға алғысым шексіз.